Қаз дауысты Қазбек. Қазбек есімі халыққа қазақ пен қалмақ арасындағы шапқыншылық кезінде екі елдің арасына бітімші бүтінші болған батыл елші, парасатты мәмлегер ретінде мәлім. Халық аңызына қарағанда Қазбек 14 жасында делінеді. Тайкелтір би бастаған қазақ елшілерінің құрамында қалмақ ханы Қоңтәжіге барып, батылдығымен әрі сөзге шешендігімен ерекше көзге түскен. Қазбектің табандылығы мен тапқырлығының арқасында ғана осы сапарда қазақ елшілері теңдікке жетіп, қалмақ шапқыншылары байлап әкеткен адамдарын, айдап әкеткен малдарын қайырып алып қайтады. Осы жол Қазбек қаз дауысты Қазбек деген құрметті атаққа ие болады. Қаз дауысты Қазбектің бұл елшілік еңбегін Шоқан Уәлиханов та естіген. Ол 18 ғасырдың батырлары туралы тарихи аңыздар дейтін мақаласында былай дейді: 300-дің батырларының сіз кімді артық көресіз деп Абылайдан сұрағанда, ол былай деп жауап беріпті: бізге дейінгі екі кісіге таңғалуға болады. Олар 90 туысын тұтқыннан құтқарып алған Қаракесек Қазбек және тағы да сондай өзінің тұтқында кеткен адамдарын босатып алған Уақ Дәрбіселі. Біріншісі Қалданның өз алдына барып босатып алған, ал соңғысы өз ауылында жатып дұшпанын қорқытып алдырған. Қазбектің қазақтың ұлы көршісі орыс елімен де татулық, достық қатынасты жақтағанын бейнелейтін аңыз әңгімелер мен жазба деректер бар. Халық шежіресі бойынша Қазбектің Бекболат, Қазымбет, Базаркелді, Барқы, Сырымбет деген 5 ұлы, Маңқан есімді бір қызы болған. Қазбек қайтыс болғанда осы қызы жоқтау айтқан екен: өсиет қалдың қазаққа, Сарыарқа деп қонысың, қалмақ сартпен жауласпа, болмасын дедің жұмысың. Өнерсіз өскен ел едің, біреу саған жау болса, паналауға жарайды, мынау көрші орысың. Орыспенен жауласпа, есіңде болсын бұл ісім. Бізге аңыз әңгіме жырлар арқылы жеткен Қазбектің орыс еліне деген мұндай достық көзқарасын кейбір тарихи жазба деректерде растайды. Мәселен, Сібір генерал-губернаторының міндетін атқарушы генерал-майор фон Фрауендорф орта жүздегі жағдай және қазақтардың көршілес елдермен, халықтармен қарым-қатынасы туралы Сыртқы істер коллегиясына 1763 жылғы 11 наурызда жолдаған рапортында орта жүздің төбе биі Қазбекке Размамет Тархан мен Тілмәш Сафаровты жіберіп шақырғанын, бірақ қыстың қаттылығынан Қазбектің өзі келе алмай, орнына баласы Сырымбет пен інісі Отарбай бастаған 10 кісі жібергенін, олардан 1762 жылғы 15-22 декабрь күндері ант алынғандығы айтылған. Одан әрі фон Фрауендорф Сырымбетпен оңаша әңгімелескенін, Қазбектің Ресейге жақсы ниетті екендігін жазады. Сырымбет оған өткен жылғы күзде орта жүзге көп сыйлықпен Қытайдың Боды ханынан елші келгенін, Қазбек елшіні Абылай ханға өткізбей, талабын қабылдамай қайырып жібергенін хабарлайды. Бұл айтылғандардан шығаратын қорытынды: Қазбек Келдібекұлы кезінде қазақ халқын жаспарлас қалмақ, өзбек және орыс елдерімен тату көршілікке шақырған және Қазақстанның Ресейге қосылуына атсалысқан өз заманының озық ойшылы, қоғам қайраткері болған. Қаз дауысты Қазбектің әкесі Келдібек би қыз таңдап үйленбей біраз жүрсе керек. Сонда ойламаған жерде бір жиында аяғы ақсақ, көзі қилы жас қызға көңіл ауып, құда түсіп айттырып алады. Әке-шеше баласының айтқанына келіскенмен аса қолдай қоймайды. Тіпті әкесі таңдаған тазға жолығадының кебі келді. Сөз байласқан бұрынғы құдалардың бетіне қалай қараймыз деп айтып та тастапты. Қаймағын піскен сүттің алдым қалқып, аяғы ақсақ болғанмен ақылар, көзі қылый, сөзімен ісі түзу, сөйлескенмен өн бойым кетті балқып деп жауап қайырады Келдібек би. Жетер, енді көңілім орнықты. Табашыға да жауап табылар, дейді әкесі.
Келдібектің замандастары әзілдескенде осыны алдына тартып қағытып жүріпті. Бірде олар Келдібектің өз үйінде отырып соқтыға берген екен. Сонда жас келіншек шапылдап беттен алмай-ақ сыпайылап қана: «Көзім қылай жасырмаймын, ақсақпын. Келдекеңмен сондай тату жақсақпын. Татулықтың белгісіндей тамаша, төрт бошанды билейтін ұл таппақпын» депті. Айтқанындай соның артынан қаз дауысты Қазбек дүниеге келген екен. «Әке, мен Төле биге барып сәлем беремін. Өзін көріп сөзін тыңдағым келеді» деп бала Қазбек қолқа салғанда әкесі: «Ойбай балам-ау, ол үлкен кемеңгер кісі. Не деп барасың? Алдында сөз таба алмай күлкі боласың. Барма» дейді. Бірақ Қазбек қоярда қоймай әкесінен рұқсат алып, біраз жолдасымен Төле бидің алдына сәлем бере келеді. «Шырағым, базбала әкесінен өтіп туады, базбала әкесіне жетіп туады, базбала кері кетіп туады деген. Сен соның қайсың?» дейді Төле би сынап. «Өткенімді алдымдағы өмірім біледі. Өз ойымша әкеме жетіп тудым-ау дейм» дейді Қазбек сөзден тосылмай. «Шырағым, жарайсың» деп Төле би балаша жадырап ризалығын білдіреді. «Алысыңыз қандай?» дейді Қазбекте сыпайы сұрақ қойып. «Алысым жақын болды». «Тәттіңіз қандай болды?» «Тәттім шырым болды». «Несиеңіз қандай?» «Несием шүкір өніп жатыр». Қазбек ауылына келген соң әкесі оны қасына ерген серіктерінен: «Балам Төле бимен не деп сөйлесті?» деп сұрағанында екеуі бұлай десіп әңгімелесті, бірақ мәнісіне түсіне алмадық деседі олар. Олары несі екен деп қарт әке де түк түсінбей таңғалады. Сонда жұмбақ сырды Қазбектің өз айтып береді. Төкеңнің алысым жақын болды дегені қос жанарын айтқаны, тәттім шырым болды дегені ұйқысының қашқанын білдіргені, шүкір несием өніп жатыр дегені балаларының жақсы бағып жақсы күтіп отырғанын түсіндіргені дейді. Төле би 90 жасқа келгенде қаз дауысты Қазбек сәлем бере барыпты. Елдің жақсылары, шешендер, ойшылдар жиналып әңгіме дүкен құрып отырғанда: «Қаз дауысты Қазбегім келді, бәрің түгел жиналыңдар. Сендерге айтар 10 түрлі жұмбағым бар, соны шешіңдер» дейді Төле би. «Айтыңыз, айтыңыз». «Айтсам 10 түрлі жұмбағым мынау: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отырғандар таң-тамаша болады. «Бұл не деген жұмбақ? Осындайды жұмбақ бола ма?» «Төке, бұл жұмбақты мен шешейін, рұқсат етіңіз» дейді қаз дауысты Қазбек. «Рұқсат. Бір дегеніміз бірлігі кеткен ел жаман, 2 дегеніміз егесіп өткен ер жаман, 3 дегеніміз үш бұтақты шідерден шошынған ат жаман, 4 дегеніміз төсектен безген жас жаман, 5 дегеніміз белсеніп шапқан жау жаман, 6 дегеніміз асқынып жеткен дерт жаман, 7 дегеніміз жас келіншек жесір қалса сол жаман, 8 дегеніміз серпілмеген қайғы жаман, 9 дегеніміз торқалы той топырақты өлімге бас көтертпесе сол жаман, 10 дегеніміз оңалмас кәрілікке дауа болмас деген» дейді қаз дауысты Қазбек. «Рахмет, дәл тауып шештің. Ойы да тілі де жүйрік тұлпарым» деп Төле би Қазбекке разы болды. Жантай деген бай малшысымен төбелесіп, сол төбелесте байдың бір күрек тісі сынады. «Жалшы, сенен шығамын» деп ақысын сұрайды. Бай: «Тісімді сындырдың, соның төлеу үшін алдым» деп ақысын бермейді. Екеу Қазбекке келеді. Жантай тұрып: «Мынау менің жалшым еді. Өзіммен төбелесіп бір күрек тісімді сындырды. Бұның құнын сұрасам бермейді. Жалға жүрген ақымды бер деп жүр» дейді. Сонда жалшы тұрып: «Мен жалға жүрдім Жантайға, бір тай алмақ болып 6 айға. Бұл асыны жарытпады, мен күшіме жарытпадым, содан барып төбелес туды. Жазым болып күрек тісі сынды». Байдың аты бай емес пе? Ақымды бермейді, үйінен қуады. «Би ата, әділдігіңізге жүгінгейлі келдім» деп сөзін аяқтапты. Бұл дауға Қазбек мынадай билік айтыпты: «Ас адамның арқауы еді. Жантай асқа жартпаған соң жалшыға күш қайдан дарсын?
Аш кісі ұрысқақ деген төбелестің шығуына да өзің себеп болғансың. Сондықтан мынаның ақысын бер. Күрек тісің құнсыз. Еркектің ет жейтін тісі аман болса, бір күрек тістен келер кемшілік жоқ. Ал әйелдің күрек тісі әрі көркі, әрі жіп қиятын қаруы дейді.